Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз шығарылым барысында 8-ші сынып дүниежүзілік тарих БЖБ талдаулар сабағымызды бастаймыз. Тақырыбы 20-ші ғасырдың бірінші жартысында мәдениеттің даму ерекшеліктері қандай? Екінші тақырыбымыз 20-ші ғасырдың бірінші жартысында ғылым қалай дамыды деген тақырып бойынша келіп тұр. Міне көріп отырмыз. Оқу мақсаты, бағалау критерийлері, ойлау дағдылары, орындау уақыттары әдеттегідей беріліп тұр. Ендеше тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмамыз: карталарды қарап, төмендегі тапсырмаларды орындаңыз дейді. Міне көріп отырмыз. Бірінші тапсырмада 3 сұрақ бар. Карталарда қандай тарихи уақиға көрсетілген? Көрсетілген тарихи уақиғада қандай тарихи тұлғалар маңызды рөл атқарады? Берілген тарихи уақиғаның салдары қандай? 2-ден кем емес салдарды жазыңыз дейді. Картаға назар аударып аламыз. Жақсы. Екінші сұрағымыз: ғылымның әлем мемлекеттерінің әлеуметтік экономикалық дамуындағы рөліне дәлел келтіріп баға беріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Әлеуметтік дамудағы рөлі, экономикалық дамудағы рөлі, 20-ші ғасырдың бірінші жартысындағы мәдениет пен ғылымның дамуы әлемнің дамуына қалай әсер етті? Дәлел келтіріңіз дейді. Міне көріп отырмыз. Жалпы алғанда барлығы 8 ұпай. Бірінші тапсырмаға 4 ұпай, екінші тапсырмаға 4 ұпай. Міне көріп отырмыз. Ендеше жауаптарына кеттік. Жауаптары: карталарда қандай тарихи уақиға көрсетілген? Біздің картамызда 2 карта көрсетілген. Екеуінде де 20-ші ғасырдың бірінші жартысындағы Үндістанның әлеуметтік экономикалық жағдайы және саяси географиялық орналасуы көрсетілген. Көріп отырмыз. Яғни Үндістан жайлы әңгіме айтамыз. Енді екінші сұрағымыз: көрсетілген тарихи уақиғада қандай тарихи тұлғалар маңызды рөл атқарады дейді. 20-ші ғасыр басында күш көрсетпеу қозғалысының жетекшісі әрі 30 қозғалысының басшысы, үнді саясаткері, қоғам қайраткері Махатма Ганди тарихта өз жерінің тәуелсіздігін қорғауға зор үлес қосқан тұлға болып есептеледі. Міне, яғни біздің тарихи тұлғамыз Махатма Ганди. Екінші сұрақта. Үшіншісі: берілген тарихи уақиғаның салдары қандай? 2-ден кем емес жазыңыз дейді. Біріншісі: 20-ші ғасырдың бірінші ширегінде Махатма Ганди бастаған үнді халқы ақыр соңында күш көрсетпеу әдісі арқылы үнді жерін билеп отырған британ ортақшылдық жүйесінің іргесін шайқалтты дейді. Бұл бірінші салдарымыз. Екінші салдарымыз: нәтижесінде үнді ұлттық конгресі Үндістанның 11 провинциясының 8-інде көпшілік дауыс жинап, сол жерлерде жергілікті үкіметтерін құрды. Бұл елдегі билікті қолға алу жолындағы өте ұтымды қадам болды. Міне балалар, біз толық бірінші тапсырманы аяқтадық. Енді біз екінші тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырмамыз: әлеуметтік дамудағы рөлі. 20-ші ғасырдың 20-30 жылдары әлем елдері үшін ғылыми-техникалық дамуында өзгеріске толы кезең болды. Сонымен қатар атом ядросының қарқынды түрде дами түсуі, жаратылыстану ғылымдар, соның ішінде математика, физика, география салалары әлем елдері үшін маңызды рөл атқарды. Мәселен, француз физиктері Ирен и Фредерик Жоли-Кюри алғаш рет жасанды жолмен атом ядросының ыдырау нәтижесінде радиоактивті изотоптарды ашты. Неміс ғалымы А. Эйген 1930 жылы генерал міндеттерді, яғни кванттық механиканы пайдаланып, химиялық мәселелерді зерттейтін физиканы қалыптастырды. Міне, балалар, біз осымен әлеуметтік дамудағы рөлін аяқтадық. Енді экономикалық дамудағы рөліне тоқталамыз. 20-ші ғасырдың бірінші ширегінде әлем елдері, соның ішінде КСРО, ақш, Германия, Франция, Англия елдері ғылыми техниканың даму алдында тұрды. Бұл ғылыми-техникалық революция әлем елдерінде экономикалық тұрғыда оң өзгерістерге әкелді. Себебі жаңадан пайда болып жатқан ғылыми жаңалықтар әлем елдерінде жаңа техниканың пайда болуына әкелді. Сонымен қатар бұл техникалар әлем елдерінің арасында экономикалық байланысқа зор ықпал етті. Енді екінші тапсырмамыздың үшінші сұрағы: 20-ші ғасырдың бірінші жартысында мәдениет пен ғылымның дамуы әлемнің дамуына қалай әсер етті дейді. 20-ші ғасырдың бірінші жартысында дүниежүзі ғалымдары тек ғылыми жаңалықтарда ғана емес, мәдениет жағынан да өзгерістер енгізді. Мәселен, радио, кезекті басылым газеттер, дыбыс жазу құралдары және тағы басқалар ғылыми-техникалық өзгерістер жалпы адамзат баласының жұмыс уақытын аз да болсын қысқартып, адам баласының өз өміріне көңіл бөлуіне мүмкіншілік жасады. Жақсы. Енді екінші тапсырманың төртінші сұрағы:
дәлел келтіріңіз дейді. 20 ғасырдың басында мәдениет саласы өзгеріске толы кезең болды. Бейнелеу өнерінде модернизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм, реализм бағыттары пайда болып, өмір шындығына қарай суреттеліп отырды. Сонымен қатар 20 ғасырда бұқаралық мәдениет бағыты қарқынды дами түсті. Енді кезекте адамдар теледидарларда, радиоларда жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды басылымдарға шығарып отырды. Балалар, осымен біз екінші тасыманы аяқтадық. Жалпы дүниежүзілік тарихы пәніне арналған 4-90-дағы бажылымымызды аяқтадық. Оқушылар, сіздерге айтарым, егер сіздерге келесіде қандай БЖБ керек болады, комментарийге жаза қалдырыңыздар. Және де біздің сіздерге арнамыз ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Арнаға тіркеліңіздер. Жақсы, сау болыңыздар.